Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қоян етінен дайындалатын жаркойы әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен қоян етін төртбұрыштап турап, дәміне қарай тұз, бұрыш, зәйтін майын қосып, жақсылап араластырып, тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа қоямыз. Кейін қалауыңыздағы саңырауқұлақтарды ұсақтап тураймыз. Мен вешенки деп аталатын саңырауқұлақтарды турадым. Ендігі кезекте пиязды ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған табаға сұйық май құйып, үстіне пиязымызды салып, сарғайғанша қуырамыз. Үстіне алдын ала туралған саңырауқұлақтарымызды салып, 5-10 минут қуырамыз. Ол қуырылғанша горшоктарымызға суық су құйып қоя тұрамыз. Енді картоплымызды тазалап, орташа көлемде кесеміз. Барлық ингредиенттер кесіліп дайын болған соң, горшогымызға алдымен қоянның етін, кейін картоп, осы кезде аздап тұз, бұрыш қосып, қуырылған саңырауқұлақтарды салып, үстінен қайтара картопымызды салып, тұздап, бұрыштап, үстіне аскөк себеміз. Жаркойымыз құрғақ болып кетпес үшін міндетті түрде су құямыз. Бетін жауып, қызып тұрған пеште 150 градуста шамамен 1,5 сағат пісіреміз. Осымен қоян етінен дайындалатын жаркойы дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.